күттірмей алдарыңызға кеп қалдық, өйткені бүгінге де ұсынарымыз көп. Қызықты тәжірибелер, пайдалы кеңестер. Эфирде білгенге маржан. Бүгінгі бағдарламамыздан көретіндеріңіз: қалай соғасың қан жүрегім, инемен емдеудің ерекшелігі, кәдеге асқан қағаздар, сұлулық сыры, мезотерапия, итмұрынның игілігі. Арнаны ауыстырмаңыздар, бүгінге айтарымыз өте көп. Соқ жүрек бұзбай соққын ырғағымды, бірақ ақын Мұқағалидың жүрегі әміріне бағынбады, 45 жасында тоқтады. Мұқағали ғана емес, жүрегі кенет кілт тоқтаған атақтылар жетерлік. Мәселен, әлемді әнімен тамсантқан Элвис Преслидің кеудесіндегі бір кесегет 42 жыл соқты. 76 жасында әйгілі актриса Элизабет Тейлор, 48 жасында көрнекті актер Андрей Краско жүректен кетті о дүниеге. Жыл сайын 17 миллион адам жүрек дертінен жер қойнына тапсырылады екен. Дэвид Кау есімді ақш профессор ерінбей жіті зерттеу жасаған ғой жүрек дертті жандарға. Сонда көз жеткізгені, әсіресе қаңтар ақпан айларында ауру қозатын көрінеді. Ең қызығы һәм ең жұмбағы, көп адамның жүрегі кешкі 6 мен түнгі 12 аралығында тоқтаған, сосын таңға жуық 6-лар шамасында. Жүрегінің лүпілі бұзылғандар саны біздің елде де артып, әрі тым жасарып барады. 1300-ге жуық науқас жүрек трансплантациясына зәру деген дерттің себебін дәрігерден сұрайық. Студиямыздың қонағы дәрігер, кардиолог Абай Ахатов мырза қазір жүрекке қатысты біздің барлық сұрақтарымызға жауап береді. Енді ең бірінші мүмкін мазалайтын сұрақ бәрінің. Жүректің қызметі, нақты қызметі. Барлығымыз білеміз ғой, бірақ сіз дәрігер ретінде. Жүректің нақты қызметі ол бізге барлық денемізге қанмен, оттегімен қамтамасыз ету. Жүрек ол біздің моторымыз, насосымыз. Жалпы жүрек ол бірнеше бөлімдерден тұрады. Жүректің өзі өте кардиолог маман, кардиохирург мамандардың өзіне де ол өте қиын сұрақ. Қиын сұрақ. Ол жүрек деген жалғыз бірақ жүрек болса, оны бірнеше маман емдейді. Жүректің нервісін емдейді, жүйке жүйесін, жүректің клапандарын ашық түрде емдейтін, сосын жүректі жалпы емдейтін, сосын жүректің тамырларын емдейтін мамандар болады. Солай бөлінеді өздері. Бізде қазіргі біздің өмір сүру қалпымыз дұрыс емес. Оны бәріміз білеміз. Біз жаңағы өзіміз арнайы уақыт бөліп, спортпен айналысып, бассейнге барып, дене қозғалысына көңіл бөліп жатпаймыз. Көбінесе зыр жүгіріс, жұмыс, бәріміз жұмыс басты болып кеттік. Жүрекке ең қажет, мысалы, не нәрсе? Біздің мысалы жаттығулар, жаңағы түнгі ұйқы, дұрыс ұйқы деп жатамыз. Мысалы, алғышарттарын айтыңызшы, қарапайым, мысалы, оттегіні дұрыс баруы жүрекке. Жүрекке оттегінің дұрыс баруы. Жүрекке ең қажеті ол өзіміздің тамақтануымыз, сосын өзіміздің өмір салтымыз. Мысалға, оны нақты айтуға болмайды, оған әсері өте көп. Оны түсіну үшін суретте көрсету керек шығар деп ойлаймын. Сіз көрсетіңіз, бізге мүмкіндігінше бәрін енді. Жүректі былай бейнелей қояйық. Мынау біздің жүрегіміз десек, жүрегіміз өзіміз кішкентай кезімізден білеміз, жұдырықтай өзіміз санаймыз. Ал жүректің ішкі бөлімін салу өте қиын. Мысалға, міне жүректің өзін ашсақ, ішінде ол көп деген миокард, жүректің бұлшық етінен тұрады, оның ішіндегі тіндері бар, клапандары бар мына жерде, сонымен жүрекке әкелетін шығатын тамырлары бар. Біз оны қой сойғанда бәрін зерттеп алғанбыз, біз оны енді шамамен, біз жүрекке ең қажет ол тамыр. Сондықтан жүректің сыртында, міне қызылмен белгілеп қойсақ, жүректің сыртында қан тамырлар болады. Осы қан тамырлардың ішін кемері, қан тамырдың іші таза болу керек. Ол таза болу үшін жүректі шынықтыру керек. Көп жүру керек, қимылдау керек. Сосын диета дейміз, соны ұстау керек. Сонымен бірге енді тамақ қоры дұрыс болу керек. Сосын еңбек ісі дұрыс болу керек. Мысалға, тамырдың ішін біз кез келген өзенмен салыстырсақ, ол өзен егер бітеліп қалса, өзеннен су ақпайды. Сол арман қарай тұрған жерлердің барлығы, шөбі барлығы құрғап кетеді. Сол сияқты біздің жүрегіміз егер тарылса, онда жүректің бір бөлігі, мысалға, мынау қан тамырымыздың біреуі тарылатын болса, сонда мынау жүректің бір бөлігі ауасыз қалады. Жүректің жұмыс істеу әлсіреуі ол жүректің сыртындағы тамырлары. Өйткені жүректің
мынау сыртындағы тамырлары, олар өте жіңішке болады. Былай қарасақ, жүрек үлкен, өзіміздің жұдырығымызбен санап салыстырсақ, мұндай болады, ал тамырлары ол 1 миллиметр деген болуы мүмкін. 3 миллиметр. Салыстырыңызшы, ол өте кішкентай, өте жіңішке. Сондықтан ол тамырдың іші бітеліп қалса, мысалға мынау қарайған жер, мынау тамыр бітелген деп есептесек, мына жердегі жүректі мынау бөлігі өліп қалады, ауасыз. Сондықтан осындай жағдайға келмес үшін біздің тамағымыз дұрыс болу керек. Көбінесе шөпті тамақ жеу керек, салаттар дейміз. Сосын су көбірек жеу керек, ал қара бидай ұнын жеу керек. Көп жалпы айта берсек, жемейтін тағам түрі көп. Оған мысалға ұнның мөлшерін төмендету керек. Картошка деген ол құрамында крахмал бар, ол тағы да қанға түссе, ол тағы да жүрекке әсер етеді. Сосын жас малдың етін аз жеу керек. Сонымен қоса қой еті, тауық еті, сосын ақ бидай ұндарынан жасалған тағамдарды қысқарту керек. Темекі, қазір бізде ер адамдарымыздың енді үшеуінің біреуі шығар, анық, темекі тартады. Енді әйел адамдарды айтпай қояйық, енді ол да бар соңғы кездері. Ер адамдар. Темекінің әсері ме? Өйткені соңғы мәліметтерге қарасам, әйел адамдарға қарағанда ер адамдардың арасында жүрек аурулары өте көп. Ненің әсерінен? Ер адамда жүректің әсері өте көп болуы, жалпы әйел адамның өзі Алланың жаратқаны бар. Ол әйел адам... Қызда қырықжан бар деген. Қырықжан дейді, иә. Біз өте шыдамдымыз негізі. Әйел адамдардың қанында, денесінде ерекше бір гормон болады. Сол гормон әйел адамға кішкене ұзақ өмір береді. Кішкене ауруға шалдықпайды. Мысалға, біздің үйімізде әке-шешеміз ауырса, әкелеріміз ауырса, олар жатып қалады. Ал аналарымыз болса, олар жүгіре береді. Сондықтан сол гормонның әсері, менің ойымша, сол кішкене ұзақта өмір береді. Енді ер азаматтар сыртынан бүйтіп дөңкиіп тұрғанмен, бәрібір іште әлсіз деп тұрсыз ғой? Іште әлсіз болуы мүмкін, иә. Сондықтан ер азаматтарға онсыз да әлсіз деп жатырмыз сіздерді темекі шекпеген. Рахмет көп-көп, осы айтылған пайдалы кеңестердің барлығын біз ескереміз міндетті түрде. Сонымен бағдарламамыздан әрі қарай көретіндеріңіз, алтын иненің емі бар ма? Бұл шырғанақ қай шырғанақ? Бетке дәрумен ектіріңіз. Қалған құтқан қағазды қоқысқа тастамаңыз және арнамыздан алыстамаңыз. Жарнамаға сенсек, жүрек қан тамыр ауруларын инемен емдеуге болады екен. Мұны акупунктура деп атайды. Отаны Қытай жері. Тарихы сонау неолит дәуірінен басталады. Еуропаға бұл жаңалық 18 ғасырда жетеді. 20 ғасырдың 40 жылдары Ресейде қанат жаяды. Қазақстанда құрғалған жоқ. Бүгінде әрбір 2 көше сайын көзге түседі инемен емдеу орталықтары. Көбейгені сұраныстың артқаны. Негізінен ине қадағыштары кейбірінде тірі Қытайдың өзі, кейбірінде со жақтан оралған қандастарымыз. Алайда солардың бәрі шын маман ба? Адам бойындағы ине салуға болатын 700 мың нүктені дөп басып табала ма? Бұл енді үлкен сұрақ. Мәселенки 1,5 миллиард халқы бар Айдаһар елінде алтын я күміс ине ұстауға жылына 7-8 дәрігер ғана рұқсат алады. Онда да 100 рет тергеу тексеруден, қатаң сүзгіден өтіп барып. Себебі сәл ғана қиыс кетсең, артық қылам деп тыртық жасауы мүмкін. Жай тыртық болса жақсы ғой, адам өліп кетсе қайтпексіз. Алтын ине деген атауына тоқталсақ енді. Әрине, 585-ші сынапты таза алтын емес ине. 80% күміс, 20% алтын мен мыстың қоспасы. Сондықтан бағасы удай қымбат. Сондықтан оңайлықпен таттанбайды. Бұл дүниемен америкалықтар нашақорлар мен арақ құмарларды емдейді деген ақпары бар. Қалған ақпаратты хас шебер Роза ханым түсіндіреді. Мынандай инемен мен әдетте іс тігем, көрпеше тігем, көйлек тігем, ал біздің Роза апайымыз адамдарды емдейді. Енді 41 жыл осы медицина саласында жүрген Роза апамыздан еш күмәнданбаймын мен. Оның үстіне инемен емдеуде сіз 23 жыл жүрмін дедіңіз, е? Енді жаңағы инемен емдеу туралы кішігірім айтсаңыз, қандай ауруларды емдей аласыз? Бас ауырғанды емдеймін, аяқ қол ауырғандарын, бел, мойын ауырғанды, ұйқы қашқанда, адам ашушаң болғанда, иммунитет көтеру үшін, қан қысымын дұрыстау үшін,
қан айналысын дұрыстау үшін деген сияқты. Мен енді бұл туралы көп естідім, бірақ көргім кеп тұр. Енді біздің қазір қонағымыз бар, жаңағы бұл науқас адам қай жері ауырады? Сіз не істейін деп жатырсыз бұл кісіге? Бұл кісінің мойын ауырады екен, сол қолы ауырады екен, сол қолы кішкене үйді екен. Мойын ауырғанда басы да қосымша ауырады екен. Қазір әуелі не істейсіз? Мен обработка кожи называется. Йодпен, е? Йодпен, да. Можно спиртом. Өзінің нүктелері бар екен ғой, иә? Өзінің құлақта да бар нүктелері. Сіз енді 41 жыл медицина саласында жүрсіз. Соның ішінде 23 жылын осы инемен емдейсіз. Әртүрлі қазір енді емшілер бар ғой. Олардың медициналық мысалы білімі жоқ,